Ей, мен сенен 5 айға үлкенмін. Асанәлі Әшімовтың Нұрғали Нүсіпжанов туралы айтқан естелігі тарады. Қазақ кино және театр өнерінің корифейі атанған Асанәлі Әшімовтың көзі тірісінде таспаланған сұхбаты тарады. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Бұл бейне жазбада ол елге танымал әнші Нұрғали Нүсіпжанов туралы ерекше естелігін айтады. Нұрғали екеуміздің әзіліміз жарасқан. Кейде ол маған қалжыңдап: "Ей, мен сенен 5 айға үлкенмін" дейді. Сөйтіп аға боп кетеді маған. Ағалық сөзін айтады. Екеуміз бір уақытта консерваторияда оқыдық. Ол вокал факультетінде, актер факультетінде оқыдым. Мен жарым Майра екеуі бір курста оқыды. Сол жылдарды сағынамын, деді Асанәлі Әшімов. Құрметті көрермендер, Асанәлі Әшімовтың бұл сұхбаты жүрекке жылы тиетін, өткен күндердің иісін сездіретін әдемі естелік екен. Үлкен өнер иелерінің бір-біріне деген сыйластығы, қарапайым қалжыңы, адамдық қарым-қатынасы осы сөздерден анық байқалады. Нұрғали Нүсіпжанов пен Асанәлі ағамыздың арасындағы әзіл қалжың нағыз ағалық пен достықтың белгісі деп ойлаймын. Бұндай әңгімелер қазір сирек айтылады, ал тыңдаған адамға бір сәтке болса да сол кездегі таза, шынайы орта елестейді. Бұл естеліктің құндылығы ешқандай жасандылықсыз айтылғанында. Атақ емес, адамдық жақындық алға шығады. Қарапайым халық үшін бұндай әңгіме түсінікті де жағымды. Өнер адамдары да біз сияқты естелікке толы, сағынышы бар жандар екенін көрсетеді. Осындай архивтік сұхбаттарды көргенде, жас буын өнердің тек сахнадан емес, өмірден де құралатынын тереңірек ұғар ма еді?